Сәлем баршаңызға. Бүгін түскі асқа немесе кешкі асқа осындай саңырауқұлақтан керемет ас әзірлейтін боламыз. Жасалу жолы өте оңай, тек саңырауқұлақты тазалап, жақсылап жуу қажет. Өйткені теріп алынған саңырауқұлақтар немесе дүкеннен алынған саңырауқұлақтарда шаң тозаңдар, құмдар, топырақтар болуы мүмкін. Сондықтан оны жақсылап жуу қажет. Осылайша жуып алынған саңырауқұлақтарды керек емес жерлерін алып кесіп тастаймыз. Артық жерлерін барлығын осылай кесіп алып тастағаннан кейін саңырауқұлақты, яғни қозқұйрықты қайтадан жақсылап суға салып жуатын боламыз. Жуып болғаннан кейін саңырауқұлақтардың ішіндегі үлкендерін осылай алдын ала турап аламыз. Майдаларын сол күйінде саламыз. Өйткені саңырауқұлақтар суға бір қайнатқан кезде немесе қорған кезде өз деңгейінен әлде қайда кішігірім бола бастайды, яғни шөгейді. Арнайы ыдысымызға салып, үстіне су құйып, отта бір қайнатып аламыз, яғни бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін арнайы ыдысымызға сүзіп бөлек қойып аламыз. Суда тұра берсе, ол су татып кетуі мүмкін. Ал енді картоптарымызды, пиязымызды қажетті мөлшерде ашып, дайындай бастаймыз. Картоп, пияз ашып болғаннан кейін жуамыз. Жуып болғаннан кейін пияз, картопты турамас бұрын газымызға қазанды қойып, үстіне май құйып, отын жағып қыздыра бастаймыз. Пиязды турап болғаннан кейін қызып тұрған майдың үстіне туралған пиязымызды салып, сап-сары болғанша шыжғартып қуырамыз. Пиязымыз қуырылып атқан кезде картопты арнайы осындай ирелік құрал кескішпен турай бастаймыз, яғни әдемі сәнді көріну үшін. Пиязымыз осылай сап-сары болып қуырылғаннан кейін үстіне жаңағы қайнатылған саңырауқұлақтарды, қозқұйрықтарды салып, тағы да 5-10 минут қуырамыз. Дайын болған осылайша туралған картоптарды саңырауқұлақтың үстіне салып, дәміне қарай тұз, паприка, яғни дәмдеуіштер салып, 1-2 аударып, баяу отта бетін жауып қойып қоямыз. Он 15-20 минуттан кейін бетін ашып, бір қайтара тағы бір аударамыз. Осымен біздің саңырауқұлақ қосылған картопымыз және кешкі асымыз дайын болды. Бұл бізде пісу уақыты картоптың өзіне байланысты, яғни кейбір картоптар тез піседі, кейбіреулер қатты болады. Менде картоп тез пісетіндіктен 30-35 минутта дайын болды. Саңырауқұлақта жұмсақ, дәмі деген керемет, ерекше болып шықты. Татымына қарай осылай пияз, укроп, яғни аскөк сеуіп жесеңіздер болады. Ал ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.